мүлдем білмейтін болсақ саңырауқұлақты мүлдем пайдалану керек емес. Өздерің талдың түбінен көріп қалып бірдеңе қылдық деп жүресіңдер ғой. Жеуге болмайды, саңырауқұлақты рұқсатсыз жеуге болмайды. Жалпы танитын адам керек саңырауқұлақты. Енді қараңдар, мынау жеуге жарамсыз саңырауқұлақтардың аты шыбын жүн, көңілкеш, боз арақұлақ. Ең улысы мынау боз арақұлақ. Мынаны жегеннен кейін адам 1 сағаттың ішінде уже уланып неғып қалады, болмай қалады жағдайы. Сразу оған медициналық көмек көрсеткеннің өзінде көмектеседі, көмектеспейді кетіп қалады. Одан кейін барып жалған түбірте, ақсен немесе укол, ағынтақ, тастауыш, қаракүйе, бұлардың барлығын айттық, бірақ бұлардың барлығы ешқандай бізге пайдасы жоқ. Ары қарай кеттік. Енді қараңдар, сендерге бір сұрақ. Қозғыру жетімдер бар ма үйде? Жаңа саңырауқұлақ жеңдер бар, кім теріп келеді? Жаңбыр жауғанын кім теріп келеді? Сапаларын теріп келеді. Или мүлдем жемейсіңдер ма? Негізі саңырауқұлақтың химиялық құрамы өте жақсы. Адамның ағзасына өте пайдалы. Оның ішінде не деген ағзалық заттар бар. Бірақ соны біліп барып жемесе уланып қалады деп жатқаным сол. Біз көбінесе өзіміздің қазіргі осы таңда қолданып жүргеніміз мына қозғырып, осы қырда да өседі, тауда да өседі, осы біздің Қазақстанда өседі осылар. Осыны жеуге болады, бірақ бұны да абайлап жеу керек. Танитын адам ғана. Енді оның арнайы өзінің ережесі